Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі жасалуы оңай балаларымның сүйікті торты сметаник тортын жасайтын боламыз. Жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Бір банка қойландырылған сүтті қосып, жақсылап араластырып, оған 100 грамм ерітілген сары майды қосып, тағы да 1 келкі масса болғанша араластырып аламыз. Бір шай қасық содаға 1 шай қасық уксусты қосып, араластырып, массамызға қосамыз. Еліктен өткізілген 8 ас қасық ұнымызды қосып, жақсылап 1 келкі масса болғанша араластырып аламыз. Ұнды еліктен өткізуге кеңес беремін, себебі ұнымыз кислородпен қамтамасыз етіліп, коржымыз жақсы көтеріледі. Массамызды жақсылап араластырып аламыз. Осындай сұйық болу керек. Және де форманы майлап алдым. Дайын болған массамызды 2-ге теңдей етіп 2-ге бөлеміз. Бір келкі етіп 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз дайын болғанша. Ал екінші бөлігіне 2-3 ас қасық какаоны қосып, жақсылап араластырып, оны да 180 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Корждарымыз пісіп жатқанда крем дайындаймыз. Крем бізде қаймақ және қант ұнтағы. Мен үйдің қаймағын қолдандым. Егер де дүкеннің қаймағын алатын болсаңыздар, 20%-дан кем болмау керек. Осындай қою крем шықты. Енді дайын болған корждарымызды ортасынан теңдей етіп кесіп шықтық. Осылай бөліп алдым. Енді осылардың арасына кремімізді жағып, кезек-кезек етіп тортымызды жинайтын боламыз. Мен ортасына 4 ас қасық кремнен салып шықтым. Тортты өз қалауыңызша әсемдеп сәндесеңіздер болады. Мен бұл тортты өте көп жасағандықтан әртүрлі етіп әсемдедім. Жаңғақты майдалап сепсеңіздер де болады, немесе шоколадты күштен өткізсеңіздер де болады, немесе жеміс жидектерді бетіне қойып әсемдесеңіздер де болады. Ал тортымыз дайын. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да басқа өте дәмді тағамдардың түрлерімен бөлісетін боламын. Менің каналымнан бұдан да басқа дәмді тағамдардың түрлерін көре аласыздар. Жасап көріңіздер, комментария жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Ас болсын.